Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалайсыздар, қалай жағдай? Так, бізде бүгін міне видео түсіріп отырық. Көп болды видео түсірмегелі. Енді тауық жоқ болған соң түсірмегем, сат жерген соң тауықты. Енді қазір мынау полный құраны уборка жасап, бәрін істеп, мына жерлерге стол жасап, короче, қонақтайтын полный бәрін жасап жатырық. Қазір жасап жатырмын. Енді скоро тауып алам тағы, Барковская барвистая. Так, мына жерден терезе болады. Мына жерде болады. Так, в общем, осылай міне қонақтайтын жасадым. Қазір осыларды жасап болып жатырмын. Астында бұлай карантинге болмаса тауық күрік болып қалса бұлай үстін жаба салам да, сол жаққа қамап қойсам болады. Или болмаса карантинге сондайға істеп қойсам болады. Пока что ашық тұра береді. Енді керек болатса істей саламын. Проблема емес, енді ол қатты. Так, мына жақта туатын 3 ярусный. Мына жақта мына жерден шығып кіре береді. Осылай істеп қойдым. Кішкене ауырып тұрмын, енді мән бермеңіздер оған. Тамағым ауырып грипп болып тұрмын. Так, мына жерге үстіне де 2 ярус туатын. Мына жақта 3, мына жақта 2 ярус. Осы жетеді шығар, 5 туатын жер. Астыларына туып кетеді, по-любому білемін ғой. И мына жерде қонақтайтын 3 істедім. Осылай этажбен істедім. Осы жақсы негізі. Былай шығып, мына жаққа жатып алады, қалғандары жата береді мына жақта қонақтап. Міне осылай. Енді алдағы уақытта мынаны алып тастау керек маған. Мынау міне босап кеткен аяқтары. Мынаны алып тастап, жақсылап бір қалың неден, ағаштан қойып полный жасап тастау керек. Мыналарды алып мына жерлерін кесіп, полный жасап тастау керек сетканы да. Сосын мына жерге брудер жасаймын. 2 этажный, сосын үстінде инкубатор тұратын. Құдай қаласа онда алдағы уақытта көресіздер. Алдағы уақытта көретін боласыздар. Түсіріп отырамын, қолдап, арнаға лайк басып кетіңіздер сіздер. Мына жақтан бір вход бар, есік, тауықтары шығатын. Мына жақтан өзім кіретін. Мынау жалпы газельдің кузовы 4 метрлік. 4 метр қораның іші. Мына жақ ені 2 метр. Осымен бұлтыр қыста шықтық осымен. Мына жақта мені инфракрасный лампа жанып тұрды. Қазір мына жаққа өткізіп қойдым. Осы бұлай тұрды. И бір осымен почти. Енді обогреватель қостым 1-2 рет. Көп қосқан жоқпын оны. Осымен қыстан тауықтармен шықтық. Полный қыстан тауықтар шықты, то есть. Жақсы туды бәрі. Суық болса да, қораның іші -2-3 градусқа дейін барды. Одан асқан жоқ, бірақ соған да шыдап туа берді ғой. Нормально жем бердім. Содан болды, короче. Енді осы бізде алдағы уақытта түсіріп отырам видео, құдай қаласа тағы да. Қалай шыққан бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Мыналар жалпы қалай шыққан. Маған өзімен қонақтайтын ұнап тұр. Жақсылап істедік мынаны. Қатты қатайтып, мен қимылдамайды вообще. Үстіне мен шықсам болады. Осылай. Мына жерге енді непильный пайылка істейін деп жатырмын. Қазір неден магазиннен алып келіп. Непильный пайылка бар, шланкаларын алып келіп істеу керек. Мына жерге бір бочка аламын. Бочка қоямын, соған істеп қойдым бұны. И мына жерге бір 5 непильный пайылка түседі. Тауықтар осы жерден келіп су ішеді. В общем, осылай. И мына жерге тамақ жейтін андай канализацияның турбасын істейін деп жатырмын. Короче, істеп болған соң көресіздер. В общем, айтпай қойын енді. Полный бәрін. Ал арнаға лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта зор видеолар болатын болады, құдай қаласа. Сезонға дайындық енді, осы қысқа сезонға дайындық. Ал жақсы, рахмет.